Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Баянды ауылындағы нөмір 3 жалпы білім беру орта мектебінің физика пәні мұғалімі Шамғола Меруерт Әділқызы. Мен сіздерге ТЖБ жасаудың ең оңай жолы Google формада үйретіп отырмын. Ол үшін новый Google форма деп жазамыз. Ашылғаннан кейін таңдаймыз. Таңдағаннан кейін открыть Google форманы басамыз. Және пустой файлды таңдаймыз. Мен жалпы алдын ала ТЖБ-ны 20 ұпайлық қылып, биыл онлайн және 7 класс өте оңай жаңа бастап атқасын 20 ұпай. Және өткенде айтылған болатын, жалпы А нұсқа бұл 3 сұрақ 1 жауапты. Одан кейінгі Ә нұсқа 1 немесе бірнеше жауапты, бұл әрқайсысы 2 ұпайдан міне. Одан кейінгі Б бұл әртүрлі сөздерді жазу, сәйкестендіру немесе есеп күйінде беріп отырмын. Осылай алдын ала дайындап алдым. Алдын ала дайындап алғанның мақсаты көшіріп анда қояға оқығанда ыңғайлы болады. Ашылды. ТЖБ 7 сынып деп жазамыз. Бірінші сұраққа оқушының аты жөні міндетті. Одан кейін мұнда тесті болмағасын текст деп жазамыз. Яғни оқушы жазады. Келесі плюс сыныбы. Себебі 7 кластың бірнешеуі бар мүмкін. 7А, 7Ә, 7Б, 7В, 7Г, мен 7Г. Бізде 7 кластың 8 бар, 8 7 класты. Одан кейін келесі сұрақ. Жаңағы мен өзім көшіріп ашқан бірінші сұрақты көшіріп копировать етіп, мұнда вставка жасаймын. Одан кейін дәл солай жауаптарын да көшіріп аламын. Жауаптарын қойып шығамын. Одан кейін келесі сұрақ. Келесі сұрақты сурет ретінде мен алдым. Мұнда суретті бассақ, бізде дайын суреттерді қоюға болады. Рабочий столда мен қойып шығамын. Оған дейін жауаптарын көшіріп аламын. Жауаптарын қойып шығамын. Келесі сұрақ. Тағы да сурет мұнда. Бұл бастапқы 3 сұрақ, жаңа 1 жауапты ғана сұрақтар. Жауабы 1, 2, 3, 4 деп қойшам. Келесі 1 немесе бірнеше жауабы бар сұрақтар. Бұның жауабымен бірге көшіріп аламын. Сосын қай жауап дұрыс екенін жазамыз. Келесіде тағы да сурет. Бұл қойылғанша сіздер жауабын көшіріп ала берсеңіз болады. Копировать етіп, мұнда жауапқа барып, вставить етсеңіз, 4 жауабы қойылады. Одан кейін плюсті басып, келесі сұрақ. Есеп күйінде берілген. Есепті көшіріп аламын. Солай жауаптарын. Бұл 3 сұрақ 1 немесе бірнеше жауабы бар сұрақтар. Келесі тағы да
сурет. Енді бұл жерде бұл тест емес, яғни манағы біз қазір тесті болмағасын жерде жауапты өзгертеміз. Один бұл жерде текст қыламыз, яғни оқушы жаза алатындай. Келесі сәйкестендіру мақсатында бердім. Оқушылар көбінесе мына өлшем бірліктерді шатасып қалады. Сондықтан осы өлшем бірліктерді қайсыған дұрыс деп бірде алдын ала айтылып кетемін. Мысалы, бірі Б-ға сәйкес келе ма, 2 А-ға сәйкес келе ма деген сияқты алдын ала түсіндіріп кетіледі. 3 бір тонна ол деген сияқты. Және соңғысы бұл да есеп күйінде берілген, бірақ сөзбен жазу керек. 2 сұрақ берілген. Бұнда мен жауабын текст қойып қоямын. Осылай жасап болғаннан кейін мұнда басқан уақытта настройка шығады. Отправлять тек қана оқушы бір ғана рет қана орындай алады. Сұрақтарды егер ауыстырғыңыз келсе ауыстыруға да болады. Жоқ, рет-ретімен кете берсін десек болады. Тестті басамыз. Сохранить. Енді осы жерде әр сұрақтың үстінде ответ деп басқан уақытта қай сұрақтың дұрыс екенін алға қарай қозғалады. Яғни неше балл? 1 балдық. Келесі ответ деп басамыз. Бірінші дене болғанда 1 балл. Келесі ответ деп басамыз. Біріншісі дұрыс болғанда 1 балл. Келесі бұған ответ деп басамыз. Біріншісі бұған 2 балл деген сияқты қылып қоямыз. Одан кейін 5-ші дұрыс болғанда 2 ұпайды қоямыз. Одан кейін 6-ші дұрыс болғанда 2 ұпай. Енді бұл жерде 3 ұпайлық 3 ұпай деп қойып кетеміз. Келесі дұрыс. Бұнда 4 ұпайлық, яғни 4-тен тапқан үшін 4 ұпай. Келесіге әрқайсысына 2 ұпай, яғни 4 ұпай деп қойып кетеміз. Готово. Басқаннан кейін қайтадан отправитке барамыз. Отправитке барғаннан кейін мынаны басқанда ссылкасы шығады, копировать етіп аламыз. Копировать етіп алғаннан кейін жабамыз. Осыны оқушыларға жібереміз. Қазір мен өзімнің қызыма жіберіп, сіздерге қалай орындалғанын көрсетейін. Жібереміз. Жібергеннен кейін оқушы ашып орындайды. Орындағаннан кейін бұл жерде оқушының аты-жөні Ақтоты деп жазады. Сыныбы 7А. Оқушы белгілейді, алға қарай қозғалады, 1 балл. Үшіншіде демек кейбірінде қате белгілейін қазір. Мұнда енді жазады. Бұл жерде өздеріңіз сырғанау қайсы кезек жазғаны бойынша бересіздер ұпайды. Дәл жерге мысалы 5 отправить. Отправить басқаннан кейін посмотреть баллы деген шығады. Сол кезде оқушыға неше ұпай алғаны шығады. 2 ұпай алыпты, 22 ұпайдан енді мына жерде 2 ұпайды қоспайсыздар сіздер. Бұл 2 ұпай емес, 20 ұпайлық. Бірінші сұрақ дұрыс, екінші сұрақ қате, міне дұрыс жауап шығып тұр. Үшінші сұрақ дұрыс, төртінші сұрақ қате. Яғни сізге сол новый форманы ашқанда ответы деген үстіне 1 деп барып тұрады. Барғаннан кейін отдельный пользовательді бассаңыз, әр оқушыға тек қана 1 оқушы жауап берген, келесі екіншісі оқушы жауап берсе, мынаны басқанда екінші оқушы, үшінші оқушыға қай сұрақтан қате кеткені, қай сыныптың оқушысы екенін сіз біліп отырасыз. Осылай. Және мен өзім Word нұсқаның артына дұрыс жауаптарын қойып қоямын, мысалы, сол бойынша енді жаңағы бұл жерде де дұрыс жауаптар бар, жаңағы оқушы қай жерде шатасқанын біліп отырады, және сіз де бәрін біліп қарап отырасыз. Назарларыңызға рахмет.